Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Осы бейнеде мантының жасалу жолымен бөлісемін. Алдымен қамыр елейміз, ол үшін ұнға тұзды суық суды құйып, қамыр елейміз. Қамыр орташа болу керек, қатты болып кетпесін, және жұмсақ болмағанда дұрыс. Себебі қамырды қойып қойған кезде ол кішкене жұмсарады. Қамыр тез жұмсару үшін салфанға салып қоям. Және шетке алып қоямын. Бір 10 минуттан кейін тағы да елеп, тағы да салфанға салып қоям. Яғни ортасында міндетті түрде елеу керек. Сол кезде қамыр бір келкі жұмсақ болып шығады. Салмасын дайындаймыз. Салмасын асқабақ қажет. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Тек қана тартылған етпен де дайындауға болады. Бірақ мен асқабақ, картоп осыған жақсы көрем. Сондықтан асқабақты төртбұрыштетіп тураймын. Тартылған етке саламын асқабақты. Содан кейін картопты да төртбұрыштетіп тураймын. Картопты көп қоспаймын. Тек бір картоп қана қосам, сол жеткілікті. Егер тартылған ет майлы болса, онда картоп қосқан дұрыс. Сол кезде, яғни дәмді болып шығады. Картопты да ыдысқа саламыз. Пияз қосамын. Пиязды алдымен блендерға салып, яғни ортасынан бөліп саламын. Содан кейін ұсақтап алам. Төртбұрышты етіп, ұсақтап, пышақпен де турауға болады пиязды. Ыдысқа саламын. Пияздың көп болғаны жақсы, салмасы өте дәмді болып шығады. Сондықтан мен блендерді 2 рет пиязды ұсақтадым, яғни көп болған дұрыс пияздың. Ыдысқа саламын. Содан кейін қара бұрыш дәміне қарай қосам және тұз қосам. Жақсылап барлығын араластырамын. Тартылған ет майлы болғандықтан сұйық май қоспадым. Егер сіздерде ет майсыз болса, онда сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Салмасы дайын, енді қамырды жаямыз. Мен қамырды 2-ге бөліп, иілеп, салфанға қайтадан салып қойған болатынмын. Өте жақсы жұмсарды. Енді қазір қамырды жаямыз. Ұн қосып, басында кішкене басамыз қамырды. Содан кейін барып, оқтаумен жаямын. Қамыр жұмсақ болғандықтан тез жайылады. Қамырдың жайылу процесін толық көрсетпедім. Оқтаумен жайдым, яғни жұқа болғанша жаясыздар. Және қамырды төртбұрыштетіп кесемін. Қамыр жұмсақ болып кетті, менде кішкене тұрып қалды. Қатты жұмсақ болғаны да дұрыс емес, яғни орташа болған дұрыс қамырдың. Төртбұрыштетіп кесем. Содан кейін салмасын саламыз. Салмасын салғаннан кейін бірден мантыны жасаймыз. Мантыны әртүрлі етіп түйіп жатады. Өзінің көптеген жолдары бар. Бірақ мен осы бейнеде көрсетілгендей түйемін үнемі. Құрметті көрермендер, осы YouTube каналымда тұрақты түрде жаңа бейнелер шығарамын. Сол үшін осы бейненің төменгі жағында подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Түрлі жаңа оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Міне мантыны жақыннан көрсетіп жатырмын. Өзім қалай түйем. Енді осы дайын мантыны мантаварканың ыдысын майлап саламыз. Содан кейін 45 минут жоғарғы отта мантаваркада пісіремін. Міне осындай болып шықты. Манты дайын, баршаңызға ас болсын. Тура 45 минут пісті.